Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен квашеная капуста, яғни тұздалған қырыққабатпен жасалатын винегрет салатын дайындап көрейік. Ол үшін бізге зәйтүн майы, яблочный уксус, яғни алма сіркесі, бұршақ, піскен картоп пен қызылша, тұздалған қияр мен қырыққабат қажет болады. Ең алдымен қызылшадан бастауымыз керек. Оны 4 бұрышты етіп турап, бөлек таза ыдысымызға салып аламыз. Келесі туралған қызылшаның үстінен 1 ас қасық алма сіркесін немесе 6% уксуспен алмастырсаңыздар болады. Оның үстіне 1 шай қасық тұз және де 3-4 ас қасықтай зәйтүн майын қосамыз. Ал енді жақсылап араластырып алып, қалған ингредиенттер дайын болғанша ала тұрамыз. Мен тұздалған қырыққабатты арнайы ыдысқа салып дайындап алдым. Келесі картопты 4 бұрышты етіп турап саламыз. Және тұздалған қиярымызды 4 бұрышты етіп турап, оны да осында қосамыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін осы видеоның описаниясынан қалдырып кететін боламын, бірақ көз мөлшерімен жасай берсеңіздер де болады. Келесі бұршақты қосамыз және де жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз құрғақ болып кетпесі үшін зәйтүн немесе күнбағыс майын шамамен 4-5 ас қасықтай қосып, тағы да араластырамыз. Ең соңында салатымызға қызылшаны қосамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Винегрет өте пайдалы әрі дәмді салаттардың бірі. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, дәмі өте ерекше болып шығады. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий ұмытпаңыздар.